Айтсам жүрегім жарылып кететіндей. Өзіммен бірге өшіп кетсін деп талай тұншықтырып келгенім рас еді. Бірақ бүгінде мұндай шындықты жасыру еркекке сын, қоғамға дерт. Әйелімнің көзіндегі жылылық басқаға бұйырыпты дегенге сену оңай ма? Одан да ауыр болғаны ол басқа емес, менің бала күннен бірге өскен сыныптасым екен. 40-қа келгенімде көзім жетті. Еркекке сатқан дос та қауіпті, ал ойсыз әйел одан да қауіпті. Мұндай оқиға көптің ішінде бар шығар. Мына сөздер біреуге сабақ болса екен деймін. Әйеліңді иіле қалмас дегенге сенбе. Досың бұлай жасамайды деп кепіл болма. Ертең бәрін өз көзіңмен көргеніңде жүрегіңді ұстап қалмағайын. Біз Бекзат екеуміз парта көршісі болдық. Мектептің қабырғасынан бірге өстік. Жанымда жүріп жанымды ұқты. Бір-бірімізге отбасымызға кіріп шығартындай жақын дос болдық. Қалаға бірге келдік. Жұмыс тапқанда бір нанды бөліп жедік. Мен үйленгенде куәгер боласың дегенімде, бауырым мәңгіге куәгеріңмін деді. Әйелім Гүлназ. Университеттен танысып, 10 жыл бірге өмір сүрдік. Сұлу еді, бірақ сұлулығына емес, тазалығы мені ұстады. Мен жұмысқа кеткенде үйдің есігін тас жауып, сәттілік жаным деп қала қалатын. Сол жылы баламыз дүниеге келді. Кешке шаршап келсем де алдымнан өзі мен қызым жүгіріп шығатын. Осы бақытым бұзылмай тұрса екен дейіп күнде тілеймін. Бекзат менің үйіме кіріп шығатын болды. Алғашында ойымда еш күдік болмады. Еркек қой, көмектеседі дедім. Гүлназ екеуі ағалы қарындас қой дедім. Сөйтсем, ол менің сенімімді қанша уақыт бойы төсекте болып жатыр екен. Мен мұны ең соңында білдім. Ең ауыры сол, ол бақытты суретімді көріп тұрып, соны жасап жүріпті. Бір күні командировкаға кеттім. Түнде WhatsApp-тан хат келді. Әйеліңе қара деп біреу аноним видео жіберіпті. Қарасам, бейне бұлдыр. Бірақ дауысы, күлкісі таныс. Менің Гүлназым. Таныс тағы бір дауыс, Бекзаттың дауысы. Қаным басыма шапты. Телефонны қолымнан сұсып түсті. Жоқ, мұндай болуы мүмкін бе? Жоқ, бұндай болуы мүмкін емес, дедім. Бекзат қой ол, бауырым қой менің, дедім. Үйге келдім. Гүлназ түк болмағандай дастархан жайып отыр. Қызым мәз, шешесінен айналып жүр. Қалай сұрайсың, не дейсің? Сөйтіп үндемедім. Одан кейін тағы дәлел түсті. Досыммен сөйлестім. Айтшы, бар ма араларыңда бірдеңе дедім. Бір ғана рет болды. Арақтан ғой. Әйелің сұлу екен, төсекке тарттым, шыдай алмадым деді. Сол бір рет менің ішімді жыланға орады. Менің ішімді жалынға орады. Менің әкемді көргендей болып жүрген жігіт еді ол. Әйелімнің төсегіне дейін аяқ басыпты. Гүлназға айттым, ол алғашында жоқ деді. Көзіме тура қарай алмады. Қызымның әкесі кім дедім. Сенсің Құдай ақы деді. Ары қарай тыңдағым келмеді. Сонда да үйден қуып шықпадым. Неге? Өзім де білмеймін. Қызымның көз жасы үшін бе? Кешір деді Гүлназ. Бекзатқа да артық мүмкіндік бердің деді. Сонда барлығына мен кінәлі болғаным ба? Бекзатқа кездесуге бардым. Не істедің дедім. Кешірші, мен сені қызғандым, бақытты екеніңе шыдай алмадым деді. Сен менің әйелімді төсекке қандырдың ба дедім. Ол басын салбыратты. Қолыма пышақ алғым келді, бірақ мен ол кезде өзімнің де өлгенімді сездім. Менің ішімдегі дос сол жерде жерленді. Гүлназ мені күтпеді, менен кетпеді. Қызымды да
көріп тұрсын дедім. Бекзат қалада жоқ болды. Мәңгі көрмедім деді. Көрмеймін дедім. Көрмедім де. Ал Гүлназ әлі күнге дейін менен кешірім сұрайды. Құшағыма кіргісі келеді. Мен кіргізе алмаймын. Өйткені мен енді оған еркек емеспін. Мен оған тек баламның әкесі ғана. Мен бәріне шыдадым. Қазір дос болар еркек көп. Бірақ жүрегімге кіргізбеймін. Өйткені достық төсекке сатылып кете салар арзымайтын дүние екен. Сенім ең қымбаты екен. Оны қирату үшін бір түн жетеді екен. Бірақ түн. Құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар, осындай өмірден алынған қызықты әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Арнама тіркеліп, өз ойларыңызды комментарийға жазуды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Құрметті оқырмандар, дәл осылай өмірден алынған шынайы әңгімелерді естігіңіз келсе, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.